Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Дарын Кейсет. Бүгін біз топ 10 лучший керемет ойындарды айтатын боламыз. Ал ендеше 10-шы орынға кетті. Достар, 10-шы орында ол Racing FV Moto деген ойын. Бұл ойын өте күшті, мотоциклмен жарысатын ойын. Сіздер де осы ойынды жазып ойнауларыңызды сұраймын. Бұл ойын өте керемет. Ал ендеше 9-шы орынға кетті. Достар, 9-шы орын ол Granny деген ойын. Бұл ойында сіздер бір әжеден қашып, үйден құтылуларыңыз керек. Бұл әже қатты қорқынышты емес, бірақ ұстаса адамды өлтіріп тастайды. Бұл ойында 5 күн уақыт беріледі, сол 5 күн уақыттың ішінде шығу керек, өлмеу керек. Ал ендеше біз 8-ші ойынға кеттік. Достар, 8-ші ойын ол Clash Royale деген ойын. Бұл ойын өте керемет ойындардың бірі. 2 адам атака жасап, или 4 адам бір-біріне қарсы ойнауға болады. Және бұл ойында көптеген қызықты жерлер бар. Сондықтан мен де алдағы уақытта басамын. Сіздер де алдағы уақытта басуларыңызды сұраймын. Ал ендеше біз 7-ші орынға кеттік. Достар, 7-ші орын ол Clash of Clans деген ойын. Бұл ойын әлемге танымал ойындардың бірі. Сіздер де осы ойынды басып ойнауларыңызды талап етемін. Ал ендеше біз 6-шы орынға кеттік. Достар, 6-шы орында ол ойын The Sims Mobile деген ойын болады. Ол ойын өте қызықты, отбасы құрып керемет жерлерге баруға болады. Ал енді 5-ші орынға жалғасайық. Кеттік ендеше. Достар, 5-ші ойын ол Flip Diving ойыны. Бұл ойында суға секіріп үйренуге болады. Әр адамды таңдап суға секіруге болады. Бұл ойын өте қызық ойындардың бірі. Ал ендеше біз 4-ші орынға кеттік. Достар, 4-ші орында Minecraft деген ойын болады. Бұл ойында сіздер выживать етіп, творческийде ойнауға болады. Және творческийде ойнап көптеген үйлер салуға болады. Бұл ойынды мен де бастым. Маған бұл ойын ұнайды. Сіздер бұдан баса алмайсыздар. Бұл теңге ақшамен ол ойынды Google'дан басады. Ал ендеше біз 3-ші орынға кеттік. Достар, 3-ші орынға да келіп жеттік. 3-ші орында Special Force Group 2 деген ойын жатады. Бұл Counter-Strike туралы ойын. Сіздер де осы ойынды басып, қызықты жерлерін ойнауға болады. Кеттік ендеше 2-ші орынға. 2 мен 1-ші орынға кеттік ендеше достар. Достар, 2-ші орында ол Free Fire деген ойын. Бұл ойын өте керемет ойындардың бірі. Оны қазіргі кезде бәрі ойнайды. Және бұл ойын қарапайым ойын, бірақ ол әлемге танымал болып кеткен. Сіздер де осы ойынды басып ойнауларыңызға болады. Ал ендеше біз ең 1-ші орынға кеттік. Достар, 1-ші орын ол FIFA футбол деген ойын. Бұл ойын өте қызықты ойындардың бірі. Бұл ойында футбол ойнауға және адамдар сатып алып, адамдармен атака етуге болады. Бұл ойынды мен де ойнап жүрмін. Менің видеомды қарап кетсеңіздер, мен осы ойын туралы видео түсіремін. Ал ендеше біз видеомызды аяқтайық. Сіздермен болған мен Дарын Кейсет. Ал ендеше осы видеоға сау.